Күн сайын мыңдаған ұшақ бір елден екінші елге ұшады. Адамдар чемодандарды, сәлемдемелерді, заттарды тасымалдайды. Телеграм чаттар хабарландыруларға толы, жүк алып өтемін, сыйақыға жеткізіп беремін. Алайда біреулер сол бейкүнә көрінетін сөмкенің ішіне байқатпай, кейін бүкіл өміріңмен өтейтін нәрсені салып жіберуі мүмкін екені туралы ешкім ойлай бермейді. Күн сайын әлем бойынша миллиондаған адам әуежайлардан өтеді. Ұшақтар әр минут сайын ұшып қонып жатады. Бірі жұмысқа ұшады, бірі демалысқа, бірі сүйіктісіне, ал бірі мүлде жаңа өмірге бет алады. Қалалар, елдер, құрлықтар арасында чемодандардың, сөмкелер мен сәлемдемелердің шексіз ағыны қозғалыста. Осы уақытта интернетте қатар өрбіп жатқан басқа бір шындық бар. Ондаған телеграм чаттар мен топтарда күн сайын мынадай хабарландырулар шығады. Сыйақыға жүк алып өтемін, сәлемдеме жеткіземін. Бір-екі зат салуға бола ма? Көпшілік үшін бұл әдеттегі әрі ыңғайлы іске айналған. Біреуге достарына бірдеңе жеткізу керек, ал біреу чемодандағы бос орын арқылы ақша тапқысы келеді. Бірақ осы сырттай қарапайым көрінетін істің артында көп адам ойлай бермейтін қауіп жасырынып жатыр. Бөгде жүк қаншалықты қауіпті болуы мүмкін? Бір сәтте ғана адамның сөмкесіне басқа елде оны достар емес, полиция қарсы алатындай зат салынып кетуі қаншалықты оңай. Ал сен жақсы ұшулар деген сөзді естимін деп ойлаған жерде кенеттен ұсталу, контрабанда, қатаң жаза деген мүлде басқа сөздерді естисің. Дәл осындай оқиға бір кездері қылмыскер болуды мүлде ойламаған бір қыздың басынан өтті. Арнаға жазылып лайк басып қолдаңыз. Біз бұл оқиғаны бастаймыз. Ақжарқын Турлыбай 1994 жылғы 21 ақпанда Оңтүстік Қазақстан облысы Мақтаарал ауылында дүниеге келген. Балалық шағынан ақ Ақжарқын белсенді, ізденімпаз әрі ақылды қыз болды. Әжесі мен атасының ең сүйікті немересі еді. Ол Алматы қаласындағы Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінде оқыды. Қазақ филологиясы және әлем тілдері факультетінде білім алды. Негізгі оқыған тілі Қытай тілі, қосымша тілі ағылшын тілі болатын. Ақжарқын өте еңбекқор еді. Студенттік жылдары Алматыдағы түнгі клубтардың бірінде даяшы болып жұмыс істеді. Бір күні ол Динара есімді қызбен танысады. Жастары шамалас қыздар бірден тіл табысып дос болып бірге тұра бастайды. Алматы қаласында бірге пәтер жалдап тұрды. Сол кезде Динара белсенді түрде жұмыс істеп Қытайға жиі барып, брендті киім-кешек, сөмкелер және басқа да сәнді заттарды сатып әкелетін. Ол бір жағынан байыр, бір жағынан курьер болып жақсы табыс табатын. Кезекті сапарларының бірінен ол Ақжарқынға сыйлық ретінде қымбат күртеше, сөмке және сағат әкеледі. Уақыт өте келе Ақжарқын құрбысының бизнесіне қызыға бастайды. Динара оған табыс табу жолын мақтай отырып түсіндіреді де, келесі жолы Қытайға бірге баруға келісі. Кейінірек қыздың анасы Зухра былай деп еске алады. Алғаш рет ол Қытайға бару үшін паспортын жіберуімді сұрағанда, мен үзілді-кесілді тыйым салып, құжаттарды жібермедім. Біраз уақыттан кейін Ақжарқын маған Қытайға оқуына байланысты бару керегін, тәжірибеден өтетінін айтты. Қызым бұрын соңды маған өтірік айтпаған еді. Сол жолы сеніп паспортын Алматыға жібердім. Бірнеше күннің ішінде оған виза ашылды. Ал Динара оның анасына Ақжарқынмен ештеңе болмай деп сендірді. 2014 жылдың наурыз айында қыздар Қытайдың Гуанчжоу қаласына ұшады. Қытайға жеткен бойда Ақжарқын анасына қоңырау шалып, аман есен жеткенін хабарлайды. Кейінгі күндері де үнемі, кейде күніне бірнеше рет байланысып тұрған. Бәрі жақсы болып жатқан. Бірақ бір күні ол кенеттен хабарсыз кетеді. Анасы 3 күн бойы хабар күтеді. Шыдамы таусылған соң Алматыға барып, қызын таныстарынан іздейді. Бірақ ешкім ештеңе білмейді. Оқитын университеті де нақты жауап бере алмайды. Сол кезде анасы Зухра өз бетінше тергеу жүргізуге шешім қабылдайды. Ол қызының құрбысы әрі әріптесі Динарамен және тағы бір курьер Аленамен байланысады. Олар арқылы Нигерия азаматы Джонни деген адам туралы біледі. Қыздардың айтуынша, дәл осы адам Ақжарқынға Малайзияға жеткізу үшін сөмкелер мен заттарға толы чемодан тапсырған. Зухра полицияға жүгінеді, бірақ нақты әрекет жасалмайды. Сонда ол Джонниді күштеп полиция бөліміне апарады. Тергеуден кейін оны босатып жібереді, тағы да нәтиже болмайды.
Тек сыртқы істер министрлігіне қайта-қайта жүгінгеннен кейін ғана Ақжарқынның Гуанчжоу қаласындағы тергеу изоляторында отырғаны анықталады. Ол ірі көлемдегі амфетамин тасымалдаған үшін қамауға алынған. Бұл қалай болды? Ол Қытайға брендтік заттар сатып алу үшін емес, есірткі курьері болу үшін барды ма? Әлде оны әдейі алдап құрбан етті ме? Бұл оқиға 12 жыл бойы Қазақстан жұртшылығын бейжай қалдырмай келеді. Қоғам пікірі екіге бөлініп, даулар әлі күнге дейін жалғасуда. Ендеше анықтап көрейік. Ақжарқын мен оның қорғаушыларының нұсқасы бойынша Гуанчжоуда жүргенде оған Джонни хабарласып тапсырма берген. Саған бір адам келеді, киімде толы жүк береді. Оны Малайзияға апарасың. Бұл оның алғашқы тапсырыстарының бірі еді. Ол бас тартқысы келмеді және еш қауіп бар деп ойламады. Ақжарқын чемоданмен әуежайға келеді, билет алады, жүктің тіркеуінен өтеді, паспорттық және кедендік бақылауға бет алады. Бақылау таспасынан оның жүгінен күмәнді заттар анықталады. Кеден қызметкерлері жүктің ішіне бірден назар аударады. Оны қосымша тексеру аймағына шақырады. Гуанчжоу әуежайындағы бейнежазбада Ақжарқынның ұсталған сәтте сабырлы болғаны көрінеді. Ол не үшін тоқтатылғанын түсінбегені анық байқалады. Одан чемоданды өзі ашуын сұрайды. Терең тексеру барысында ішкі жасырын қалталардан тыйым салынған зат салынған ірі пакеттер табылады. Ресми дерек бойынша жүктен 4,5 килограмм амфетамин анықталған. Ақжарқын есірткі туралы білмегенін, алданғанын мәлімдейді. Сол сәтте ол рейстен түсіріліп қамауға алынады. Тергеу бірден басталады. Бір офицер сұрақ қояды, қалғандары жауаптарды тіркейді. Қытай тілі қатқыл, тез, үзік-үзік. Ал Ақжарқын ол кезде тек ең қарапайым сөздерді ғана білетін. Сұрақтардың көп бөлігін толық түсінбейді. Ол маған киім салынған сөмке берді, мен білмедім деп түсіндіруге тырысады. Бірақ алғашқы сәттерде оның сөзі аудармалар мен рәсімдердің арасында жоғалып кетеді. Телефоны тексеріліп, хат алмасулары қаралады. Сөмкені кім берді? Қашаннан бері таныссыңдар? Неге үшін тексермедің? Бұрын да осындай сапарлар болды ма? Алғашқы тергеуден кейін Ақжарқын әуежайдан тергеу изоляторына ауыстырылады. Оның алғашқы тәулігі осылай басталады. Су камера, темір төсек, ең аз заттар, таң тәртібі алда не бар? Қытайда есірткі тасымалдау үшін өте қатаң жаза қарастырылған. Заң бойынша жаза тасымалданған көлемге қарай бірнеше жылдан бастап өмір бойы бас бостандығынан айыруға, тіпті өлім жазасына дейін барады. Осылайша Ақжарқын ісі бойынша тергеу басталды. 2015 жылдың маусымында Гуанчжоу соты оны есірткі контрабандасы үшін кінәлі деп танып, өмір бойына бас бостандығынан айыру жазасын тағайындады. Сотта Қазақстан сім өкілдері мен адвокат қатысты. Қорғау тарапы бірден апелляция берді. 2016 жылдың мамырында апелляциялық сот үкімді бұзып, істі қайта қарауға жіберді. Ақжарқынға үміт пайда болды. Алайда барлық процесс өте баяу жүрді. Адвокаттар, консулдық пен Қытай билігі арасындағы рәсімдер көп уақытты талап етті. 2020 жылдың 27 тамызында Қытай соты бұрынғы үкімді қайтадан күшінде қалдырды. Өмір бойы бас бостандығынан айыру жазасы сақталды. Адвокат оның жазасын Қазақстанда өтеу мүмкіндігін қарастырып жатқанын айтты. Қазақстан бас прокуратурасы егер ол елге берілсе, үкім жергілікті заңнамаға сай қайта қаралатынын мәлімдеді. Алайда шағым тағы да нәтижесіз аяқталды. Қазіргі таңда іс толық жабылған жоқ. Қазақстан экстрадицияға қол жеткізу үшін түрлі заңды жолдарды қарастыруда. Ақжарқын Қытай түрмесінде шамамен 12 жыл отыр. Ол сол жерде жүріп оқып жұмыс істейді. Қытай тілін жетік меңгеріп, басқа тұтқындарға ағылшын тілінен сабақ береді. Спортпен айналысады, бос уақытында қолғап қаптайды. Ол Қытай Халық Республикасы қылмыстық кодексінде толық оқып шыққан. Қазақстандық дипломаттар оған кітап апарып, жеке қажеттіліктеріне қаржы аударып тұрады. Ақжарқын жағдайына шағымданбайтынын, тамақ пен тұрмыс жағдайының қалыпты екенін айтады. Ата-анасы, әсіресе анасы, осы жылдар бойы үмітін үзген емес. Бірақ бұл 12 жыл күту олардың моральдық, физикалық және қаржылық жағдайына ауыр соққы болды. Анасының айтуынша, әжесі қатты күйзелістен кейін жүре алмай қалған.
отбасы үйін барлық бағалы заттарын сатып бірнеше несие алған. Анасы былай дейді: Қытайда заң сондай, егер тұтқын дұрыс тамақтанғысы келсе, ақша төлеуі керек. Төлемесе қалдық тамақ береді. Осы іске қатысты халықаралық сарапшылар да пікір білдірді. Олардың айтуынша, наркомафия өкілдері қыздарды әдейі арбап, есірткі тасымалдауға пайдаланады. Құрбандар арасында Қазақстан, ал Динара, Алена және Джонни бұл істен жазасыз құтылып кеткен. Бөгде жүк, сөмке немесе қорап алудың қаншалықты қауіпті екенін енді айту артық шығар. Әсіресе әуежайларда бейтаныс адамға бір сәтке көмектесу аса қауіпті. Ең кең таралған тәсілдердің бірі баласы бар, жүгі көп әйел. Ол сөмкені тексеру аймағынан өткізіп беруді сұрайды. Ал ішінде көбіне тыйым салынған заттар болады. Ұсталсаң, сен курьерсің. Ұсталмасаң, ол рахметін айтып жүгін алып жоғалып кетеді. Криминалистикада бір қағида бар: ең қауіпті жағдайлар ең бейкүнә болып көрінеді. Кейде бір ғана бөтен сөмке немесе көмектесіп жібер деген өтініштің өзі заң алдында қылмыскерге айналдыруы мүмкін. Сақ болыңыздар, абай болыңыздар. Қылмыскерлер адам мейірімін құралға айналдырған заманда сіздің жалғыз қорғанысыңыз өз сақтығыңыз. Арнаға жазылып, осы видеоны лайкпен қолдауды ұмытпаңыз.